Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода 2023 жылы Қытаймен тауар бизнесін бастау тиімді ме, соны қарастырып есептеп көрейік. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мысалға, детский киімдерді қарайық. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, куртканың бағасы 8500, юбканың бағасы 4900, сумка 2200, аяқ киім 9500 теңге деп тұр. Енді дәл осы киімдерді Pinduoduo сайтынан іздеп қарап көрейік. Мінекей Pinduoduo сайтында өздеріңіз көріп тұрғандай, юбканың бағасы акролет етіп есептегенде 39 юань. 39 юань ол бізде 2500 теңге. Сумканың бағасы бізде акролет етіп есептесек 10 юань. 10 юань ол бізде 670 теңге. Келесіні кожаный куртканы есептейік. Кожаный куртканың бағасы ол бізде 46 юань. 46 юаньді теңгеге айландырсақ, ол примерно 3000 теңге. Мына аяқ киім 59 юань деп тұр. 59 юань ол бізде примерно 3900 теңге. Осындай полный образ Қазақстанда 25100 теңге шықса, сіз Қытайдан осы полный образға 10237 теңге төлейсіз, плюс жаңағы весі мен доставкасы бар. Оған примерно грубо 3500 теңге деп есептеге. Сонда сізде 13500 теңге полный образға кетіп тұр. Енді 25 мыңнан сол 13 мыңды алып салсаңыз, сіз примерно 10-11 мың теңгеңізді эконом жасап отырсыз. Тағы да мысал ретінде детский пижаманы көрсетейік. Детский пижаманы Pinduoduo бағасына 16 юань деп тұр. 16 юань ол бізде 1100 теңге. Осы пижаманың салмағы 200 грамм деп есептесек, 5 теңге болса, пижамалар примерно бізде 1600-1800 теңге шамасында шығады. Келесі осындай күріш, крупалар салатын диспенсердің бағасын есептеп қарастырып көрейік, салыстырып. Мінекей дәл осындай диспенсерді Каспий магазинде 19 мыңнан сатып тұр, 18990, 19 мың теңге ғой. Енді дәл осы диспенсер Pinduoduo сайтында 39, енді 40 юань деп есептейік. 40 юань ол бізде примерно 2800 теңге. Енді осыған плюс осы товардың салмағын қосайық, примерно 1 килограмм деп 2500 теңге. Сонда бұл диспенсер сізге 5300 теңгеге шығады. Доставкасымен бәрін полный общий есептегенде. Жақында бір клиентмен де осындай кресло-качалка дейді ғой, сондайға заказ беріпті. Доставкасына общий весі барлығына 60 мың теңге төлеген. Ал өзінің бағасы 17 мың. Сонда бұл товар 77 мың теңгеге шыққан. Ал Каспийда бұлар 145 мың теңге. Pinduoduo сайтында дәл осылай даже бренд товарлардың өзін осындай үлкен айырмашылықта бағада сатып алуларыңызға болады. Неке көрдіңіздер ме, қандай айырмашылық бар. Осындай детский ванночка Каспийда 13 мың теңге деп тұр. Ал Pinduoduo сайтында бұл 51 юань. 51 юань дегеніміз ол примерно 3200 теңге. 3200 теңгеге плюс осы товардың весі, сосын доставкасы примерно общий баға 6000 теңге шығады сізде. Өздеріңіз байқағандай, Қытай бағасы мен Қазақстан бағасының әжептәуір айырмашылығы бар. Сіз ешқандай бұл жерде ұтылмайсыз. Наоборот, өзіңіздің ақшаңызды экономдайсыз. Дәл осы товарлар сіздің қалаңызда қанша теңге тұрады, комментарияға жаза кетсеңіз болады, бөлісіп. Енді мен бұл жерде ең арзан, сосын Каспийдағы магазиндермен салыстырдым. Дәл осындай тиімді бағада заказ беруді сіз менің каналымнан үйреніп алсаңыз болады. Барлық сізге қажет ақпарат менің каналымда бар. Сайтқа регистрация жасау, карточка енгізу, карго адрес енгізу, тіпті карго адресін, телефон номер, инстаграм парақшасы барлығы жазылған. Товарды қалай таңдаймыз, сапалы товар, размерді қалай анықтаймыз, товарға отсечка қалай жасаймыз, продавецпен қалай сөйлесеміз, қытай тілін қалай аударамыз, барлығы осы менің каналымда бар.
және одан басқа мен өзімнің покупкаларым мен неудачный осылардың барлығын осы каналда бөлісіп отырамын. Егер сізде қандай да бір сұрақ болса, комментарияға жазсаңыз да болады, сіздерге жауап беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.